Қайырлы күн оқушылар. Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Балалар, бүгінгі сабағымызды сендермен галерея алаңына саяхат жасаудан бастағым келіп отыр. Балалар, сабақтың тақырыбы осы суреттермен байланысты. Балалар, мән беріп қарап отырыңдаршы. Бұл жерде не бейнеленген? Бүгінгі біздің тақырыбымызға қандай байланысы бар деп ойлайсыңдар? Сабағымыздың тақырыбы не жайында болмақ? Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аспан әлемінің құпиялары екен. Сабағымыздың тақырыбы өте қызықты. Сендер үшін де аспан әлемінің небір құпияларын білгілерің келетініне мен кәміл сенемін. Сабағымыздың мақсаты тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау. Сабақтың мақсаты тірек сөздер мен иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау. Аспан денелері тақырыбына қатысты термин сөздер мен мәліметтерді меңгеру. Тәжірибеде меңгерген термин сөздерді қолдану. Енді балалар, карусель ойынын ойнап көрейікші. Сендерге мынадай сұрақтар қоямын. Аспан әлемі сендерді қызықтыра ма, балалар? Ғарыш деген не? Аспандағы қай жұлдыздың атын білесіңдер? Галактика дегенді қалай түсінесіңдер? Қандай аспан денелерін білесіңдер? Жұлдыздар деген не? Шоғды жұлдыз деп нені атайды? Біздің күнделікті көріп жүретін жұлдыздар, неге жұлдыздар кішкентай болып көрінеді, балалар? Жақсы. Енді балалар, тыңдалым тапсырмасын орындай. Мен сендерге мәтінді оқимын, сендер мұқият тыңдаңдар. Мәтін мазмұны бойынша маңызды тірек сөздерді, маңызды бір ақпараттар естісеңдер, мына төмендегі берілген сызбаға жазып отырыңдар. Ендеше балалар, мұқият тыңдаймыз мәтінді. Бұлтсыз ашық түнде аспаннан жыпырлаған жұлдыздарды көресің. Енді кейбірі солғын жарық нүктеге ұқсайды. Енді бірде күшейіп, бірде әлсіреген отты елестетеді. Шынында да олардың әрқайсысы күнге ұқсас жанып тұрған орасан газ шарлар. Ең ірілері күннен ондаған есе, тіпті жүздеген есе үлкен. Мөлшері жермен қарайлас, шағындары да бар. Жай сөзбен қарағанда, аспан әлемінде 3000-ға тарта жұлдыз көрінеді. Ал қазіргі замандағы ең жаңа құралдармен есепке алғандардың саны бірнеше миллион. Ғалымдардың болжауынша, жұлдыздардың жалпы саны миллиардтан асып кетеді. Жерге ең жақын жұлдыз күн. Оның төңірегіндегі ірі аспан денелері, планеталар айналып жүреді. Грекше планета адасушы жұлдыз деген сөз. Ғаламшарлар өзінен жарық шығармайтын салқын денелер, бірақ түнде жылтырап көрінеді. Ол күн сәулесіне шағылысуынан солай көрінеді. Ғаламшарлардың айналасында серіктер айналып жүреді. Жер серігі, ай. Күн және күнді айналып жүретін ғаламшарлар мен олардың серіктері күн жүйесін құрайды. Күн жүйесі әлем кеңістігінің немесе ғарыштың бір кішкене шағын мүйісі ғана. Ол галактика деп аталатын жұлдыздар жүйесіне кіреді. Әлемде ондай галактикалар миллиондап саналады. Жерді қоршаған бүкіл дүние әлем немесе ғарыш деп аталады. Адам ерте кезден-ақ ғарышты зерттеуге тырысқан. Ғарышқа жол 1957 жылы 4 қазанда ашылды. Жердің жасанды серігі ұшырылды. 1961 жылы 12 сәуірде адам баласы бірінші рет ғарыш кемесімен жер шарын айнала ұшты. Ол Юрий Гагарин. Жақсы балалар, енді мәтінді мұқият тыңдап болсақ, сөз бұлттарына жазып алған ақпараттарыңды қолданып, мәтіннің тақырыбы, идеясы, мазмұнына толық талдау жасаңдар. Келесі тапсырма балалар. Жаңағы тыңдалым мазмұнындағы мәліметтер мен
қосымша өз білімдеріңді ортаға сала отырып, төменде берілген тірек сөздерді сөйлетіп көрейік. Ендеше галактика, күн, ғарыш, ғаламшарлар, ай, күн жүйесі, жұлдыздардың жалпы саны, Юрий Гагарин, 1957 жыл. Балалар, бүгінгі сабағымызды инсерт әдісі арқылы қорытындылап көрейік енді. Мен үшін жаңалық дейді. Бүгінгі сабақта сендер үшін қандай жаңалық болды? Аспан әлемі тақырыбы сендерді қызықтыра алды ма, балалар? Болашақта сендер де осындай аспан әлеміне, ғарышқа ұшып көргілерің келе ме? Біздің де Қазақстанымыздан шыққан білесіңдер балалар, Талғат Мұсабаев, Тоқпақтар Әубәкіров, өзіміздің жерлесіміз Айдын Айымбетов секілді ұшқыштарымыз бар, аспан әлемін зерттеп келген. Сендер де болашақта білімдеріңді шыңдап, сондай аспан әлемінде ұшқыш болып зерттеулерінде мүмкін, иә балалар? Мен үшін тосын жай дейді. Мен үйрендім. Бүгінгі сабақта не үйрен алдыңдар, балалар? Өте жақсы, балалар. Олай болса үйге тапсырма, аспан әлеміне қарап айтылатын ауа райы болжамы және өз жұлдыз жорамалдарын туралы жазып келіңдер. Сабағымыз аяқталды. Аман сау болыңдар, балалар.